Сәлем барлықтарыңызға, сіздермен арайлым үй жағдайында өте оңай жасалатын сыр жасаймыз. Енді мына сырды жасап дәмін көрсеңіздер, магазиннің сырын алғыларыңыз келмей қалады ғой, шын айтам. Өте дәмді болып шығады, балаларыңыз сүйіп жейді. Ең алдымен бізге сүтіміз қажет. Сүттің проценті, яғни пайызы 3:2 болу керек, яғни майлылығы. Менде 2 литрдей сүт қостым. Осындай кастрюлямызға құйып аламыз екеуінде. Сөйтіп астын қосатын боламыз. Оған дейін ыдысымызға 4 жұмыртқамызды салып аламыз. Оның үстіне 4 ас қасық біздің қаймағымызды саламыз. 4 жұмыртқаға 4 ас қасық қаймақ. Жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырыңыздар, бір массаға жеткенше араластыруларыңыз керек. Бұл жерде жұмыртқаларыңыз жақсы араласуы керек. Мінекей жақсылап араласып шықты, осында сұйықтықта болып шығады. Енді осы тұста сүтімізді қайнатып жібермейсіз, бастайын қарап тұрасыздар. Дәміне қарай тұз саламыз. Осылай енді қайнайын деп жатқан кезде 1-2 рет осылай сапырып жібереміз. Одан кейін біздің дайындап қойған жұмыртқа мен қаймағымызды үстінен бірден құйып жібересіздер. Мінекей құйғаннан кейін осылай іртіктер пайда бола бастайды. Бірден осы орайда астын орташа отқа қоясыздар. Жақсы іртіктер пайда болуы керек. Осы тұста біз ыдысымызды дайындап қоямыз. Менде осындай дайын ыдыс. Кез келген осындай бірнеше тесіктері бар ыдысты пайдаланасыздар. Өйткені сүзіп алуға керек болады. Одан кейін таза марлымызды осылай үстіне жайып дайындап қоямыз. Мінекей достар, осындай іртіктер пайда болады. Ровно 10 минут қайнаттым. Қайнат болғаннан кейін 10 минуттан кейін астын өшіріп, ыдысымызға құйып аламыз. Мен басында осылай ожаумен құйып, мынаны құйып бітем дегенше кеш болады ғой дедім да, бірден кастрюлямды алып, бірден осылай төңкере салдым. Бірақ байқаңыздар, қайнап тұрғаннан кейін өте ыстық болады. Сол үшін сақтық шараларын ұсынғандарыңыз жөн. Мінекей бәрін құйып алдық. Енді марлымызды осылай бір ортаға жинап, біздің артық суын, яғни сары суын төгіп тастайтын боласыздар. Төгіп алдық. Енді марлымызды жақсылап орап, біздің қасықтың көмегімен барынша суын, яғни сары суын шығаруға тырысыңыздар. Тағы да қайталап айтам, өте ыстық болады, сол үшін байқап жасайсыздар. Мінекей бір формаға келді, суы жақсы болды. Енді осылай орап, үстінен ауыр затты қоясыздар. Менде бұл жерде 3 литр банкіге суды құйып қойдым. Кемінде 6-7 сағатқа қалдырасыздар. Немесе түнде жасасаңыздар, таңертең дайын болады. Мінекей менде ровно 6 сағат өтті. Біздің сырымыз дайын болды. Мінекей қараңыздар, достар, өте зор болып шығады ғой. Сырдан да магазиндегі сататын ірімшіктен де 2 есе асып түседі. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Бізге қатты ұнады, әсіресе балама қатты ұнады. Үй жағдайында балаларыңызға жасап беріңіздер. Сүттің орнына қолдың сүті де болса өте дәмді болады. Енді қалалық жерде табылмағандықтан мен осыны солай магазин сүтінен жасадым.
ол да өте дәмді болып шығады. Көбінесе осыны ауылдық жерде көп дайындайды осы рецептпен. Егер қалада тұрсаңыздар, міндетті түрде дайындап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Достар, каналыма да тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен келесі видео рецепте кездескенше.